Как дела, братан? Дядя қасында. Қараңыздар барлығыңызға. Бет аузыңды соққыға бер отырып, құлладым деп ұғыста ата-анаға, қорыққаннан айтамыз. Ей бір өтірік. Ол саркас қой. Қараңыздар, дядя. Давайте сөз зафиксируем. Это пока без монтажа салмаймын ғой сразу. Сіздің ақылыңызға байлайын ағатай. Жалған әдет әрине жоғалмақшы. Жоғалмақшы, заманнан оңалмақшы. Айналайын зиянсыз өтірік ай деп білгі. Сонда біздің күйеміз, оу не болмақшы. Оу не болмақшы. Егіз бірінші. Оу не болмақшы. Сонда біздің күйеміз, оу не болмақшы. Оу не болмақшы. Оу не болмақшы. Таң. Ең бір заң ба? Жоқ, мен ұнамайды. Аргония, ол енді творчестволық қатынас. Да, мен просто. Қараңызшы. Бұл мұрағат. Сіз затын үйлерді, қалай, какой разгон был. Аргония, мен жүрегімде не деген андай сөздер бар да, бірақ сенің әуеніңе соны салса, ұлтқа, ұрпаққа пайдасы болады. Рахмет. Вот көрдіңіз бе, есть творчество, қадірмен қанымды творчество жүрген адамдар. Көрдіңіздер ме, осындай процесс, короче. Бұл кісі менде легенда ғой, мен ағамның ағасы, получается. Мен прабратаным ғой, получается, мен дедушкам. Просто біз көрдіңіз бе, осындай бір... Ұлтқа пайдасы тиетін, елге пайдасы тиетін. Творчествода возраст жоқ. Біз назы шоқтай қарыған, қазаққа тіл дардыған деген ата-бабаның ұрпағымыз. Аргония, сен талантты. Қойшы мен, сен таланттысың. Сен бірақ сол әдемі әуендерің бар да, жастарға өтетін әдемі әуендерің бар. Соған ұлылардың сөзін салайық. Сөйтіп ұлтты тәрбиелейік. Жалған әдет әрине жоғалмақшы.